Барлықтарыңызға сәлем, жағдайларыңыз қалай? Бүгін феншуй чекап ұшар жұлдыздармен шатастырып алмаңыздар. Егер де ұшар жұлдыздар сабағына қосыламын дейтін болсаңыздар, 80 мыңға ұшар жұлдыздар сабағы бар, полный, кәдімгі аудит жасайтындай 14 сабақтан тұрады. Енді бұл жерде біз феншуй чекап деп айтып өттік. Бізге 24 гара керек. Осындай бесцветный мынандай салофан сияқты неде орналасқан мына сурет. Үйдің планын үстіне қоямыз. Ең главный үйдің планын үстіне қалай қоямыз, не істейміз, қазір оның барлығы сабақтың барысында айтамыз. Енді біз үйдің жақсы секторларын анықтап, жақсы секторлары бізге жұмыс жасау үшін есептейміз. Қай жері бізге жұмыс жасайды, үйдің планировкасы қандай, есік қай жер, есік вообще қандай болу керек, оны жұлдыздар бойынша жағы градусын, ұшар жұлдыздарды айтатын болсақ, қазір енді мына жерде бөлектеу айтылады. Прихожий, қонақ бөлмесі, балдардың бөлмесі, жатар бөлмелер қандай болу керектігін қазір айтылады. Енді әлем бойынша феншуй өте супер күшті үйлерде тұратын әлем бойынша халық 20% ғана екен халқы, қалған 80% феншуй онша емес, орташа, төмен, сондай үйлерде тұрады деп айтады. Енді бізге ұшар жұлдыздар болмаса, үйдің есігінің градусын дұрыстай алмаса, онда градусы дұрыс шықпайды ғой деп ешқандай ойламаңыздар. Үйден лапаньмен біз есікті, фасадының тылын анықтап алғаннан кейін, үйде 24 гараның жағы өзі бұрыннан 24 гараны енді қойып қойғанбыз ғой үйге. Фасадының тылын анықтағаннан кейін де ол өзгермейді. Мына үйдің градустары үйдің ішіндегі. Бұл бізге активация жасау үшін қажет, үйдің секторларын анықтау үшін. Енді сіздер егер де бастау сабақты көрген болсаңыздар, жағы юго-восток, восток, енді ол восток сәл феншуйдан бөлектеу. Біз енді бұл жерде аса қатты мән береміз. Әсіресе плиталарың северо-западта тұрмасын, северде тұрмасын деп, енді чекап феншуй осы да айтылады. Енді мына осы тұрған сурет 24 гара деп айтылады. Бұл 24 гараны біз қалай жасаймыз? Мына мысалға сіздің үйіңіз. Ой, қыздар. Каляка-маляка болып шығайын деп жатыр мына жерде. Мынау сіздің үйіңіз, мына жерде тағы үйіңіз ба? Үйге қосылған, Ой. Қыздар, мынау, короче, сіздің үйіңіз. Одан мына жерде тағы Г-образный деп атсаңыз, бұл да сол не қылады. Енді біз егер де сіздің үйіңіз Г-образный, бір сектора жоқ болатын болса, оны мынандайғы примерно мына секторы бар. Мына секторы бар деп есептейміз. Негізі мынау мен дұрыс істеп тұрған жоқ негізі қазір. Бұл терме істеу керек негізі. Ой, қыздарына мышкамен істегесін. Өстіп, негізі мына сектор бар сияқты қып, өтірік планымызды ксеркісіне өткізіп аламыз ғой, планның өзіне сыпсамаңыздар масқара. Планды ксеркісіне өткізіп аламыз. Мынандай, сосын жоқ секторын бар сияқты мына бұрышымен мына бұрышына қосып аламыз, мына, егер де Г-образный, сондай Т сияқты болатын болса, егер мынандай үйлерде бар. Мынандай үйлерде бар. Өгізде мына жер бар сияқты қылып қосып аламыз, балконды да дәл солай қыламыз, Енді қараңыздар. Енді қосып алдық. Как будто бұрышы бар сияқты үйімізді 4 бұрышты шығарып алдық. Негізі үй дегеннің, үйдің ең жақсы осындай 4 бұрышты болуы, 4 бұрышты, әйтеуір мынандай бір ұшына сай нелері, қабырғалары тең, сондай несі дұрыс негізі пландар. Ой.
мына бұрышымен мына бұрышын қосамыз. Мына бұрышымен қыздар менің түсім істеген екен. Мына қараңыздар енді. Дұрыс емес істеппін ғой мен. Мына мен сіздерге өзім айтып отырмын. Мына бұрышымен мына бұрышын қос деп мына жоқ. Несін бұрышын анықтап алдық қой жаңа. Енді мына жағын қоямыз. Сонда үйіңіздің дәл мына ортасы болып есептелінетін x тұрған жер. Дәл мына жер мына x болып есептелінеді. Осы жерге тұрасыз да, айфоныңыздың либо қолыңызда андай туристический компас болатын болса, соны қосып севері қаяқ мына жерде қай жақты стенаны көрсетіп тұр. Егер севері менің мына стенаны көрсетіп тұр дейтін болсаңыз, болмаса севері мына жақты көрсетіп тұр дейтін болсаңыз, мынау шаблонда север деген жерін мына жаққа апарып қоясыз. Егер де менің северім мына стенаны көрсетіп тұр, мына жақты көрсетіп тұр екен десеңіз, мынау тышқан деп тұрған жерді, мына север 2 деген жерді мына шаблонда 0 деп тұр ғой, міне 0. Север 0. Соған мына жаққа апарып қоясыз, мына жаққа. Сол кезде үйіңіздің барлық бұрыштары өзіңіз анықтағаныңыз. Түсіндіңіз ғой, өте оңай. Енді ары қарай сабақты жалғастырайық. Мен просто бізде феншуй деген сөздің өзі фен ол су, шуй деген ол желді көрсетеді. Үйдің сәттілігі осы желмен су үйге қалай келеді, қалай сыртта көрініп тұр ма, көрініп тұрған жоқ па, егер де көрініп тұрса ол қандай сәттілігін әкеп тұр деген сияқты сол теманы көрсетеді негізі феншуй. Енді бізде феншуй сабағы өте, былай қарап тұрсаңыз, өте қиын, тоқтамайтын білім, қайта-қайта ала беретін. Ал бадзи сабақ деген мысалға бадзида түсінік бар. Бадзи шамалы мына феншуйға қарағанда оңай деп ойлаймын. Негізі оңай тілмен де бұны жеткізуге болады. Байынша енді ұшар жұлдыздар оңай ғой. Ең бұл жерде қиыны қайта-қайта барып оқи беретініміз бұл санхи мен инский феншуй. Мына ұшар жұлдыздар өте оңай. Енді инский феншуй деген ол адамдарды көмеді, ата-әжелеріңізді көмеді, әке-шешелеріңізді көмсе, балдарына жақсы энергиясы келсін деп жақсы жерге көмеді. Дәл мына үйді өлшегендей, үйдің есігін қаратқандай, сол қытайлықтарда енді моланың көк тасын қаратып атады. Жақсы бағытқа, жақсы секторға, ұрпағына, 7 ұрпағына дейін байлық, бақыт барып тұру үшін инский феншуй сол. Енді бізде сол феншуйда мектептер бар, инский феншуй, санхе, саньюань деп жатыр. Саньюань дегеніміз үйге аудит жасап, үйдің жұлдыздарын орналастырып, есікті дұрыс қаратып, плитаны дұрыс қойып, жатар орнымызды, кроватты дұрыс қойып, тек болды. Соған жауап береді. Ал инский феншуйді жаңа түсіндірдім. Мола, орысша айтқанда могила, сол могиланы есептеп қояды. Ал санхе 3 гармония, поток ци, энергия қаяқтан келіп тұр, қаяқ приходящий, қаяқ уходящий, соны есептейтін, соны бізге жақсы энергиясын біз алып қалатын, приходящийден уходящийді жіберу үшін деген сияқты. Сондай білімнің бағыттың бір түрі, санхе деп аталады ол. Енді негізі уже қаншама мастерлерден өздеріңізде естіп жатқан шығарсыз. 30% сәттілік адамның Алла тағаладан келеді, аспаннан келеді, 30% сәттілік. Ал жерден сәттілігін алу үшін ол 30% феншуй, 30% тағы адамның өзінің ниетіне қарай, істеп жатқан тірлігіне қарай дейді ғой. 30% сәттілік ол активация, прогулка, өзіңіздің ниетіңіз. Енді
егер де ешқандай бір жолым болмайтын адаммын, базыдан да есептеп қарасам, әлі мен жақсы сәттіліктің периодына кірген жоқпын, минус периодта келатырмын дейтін болсаңыз, феншуй бойынша активация бойынша активация жасап, сол 30% анадан, феншуйдан 30% өзіңіздің ниетіңізге қарай, активацияңызға қарай тартып алуға болады. Негізі бізде мастерлеріміз айтады ғой, адамның дәл қазір сәттілігі қандай. Базыдан сәттілігіңіз ең төмен неде тұрса, фазада, 10 жылдықта, ол кезде дәл солай автоматом, дәл сондай феншуй бойынша да үйді табады адам. Енді бізде неде практикада жүргеніміз үйде айтып жатады. Мына үйде жақсы феншуймен, есігін жақсы феншуймен бәрін есептеп сол үйді тауып бердік дейді адамға. Жақсы жерге көшті дейді, оның алдындағы егесі. Сол тұрған, сол үйді тауып беріп, ол көшкен күні дейді. Этаж үйлерге қарайтын. Солар көшкен күні ертесіне этаж үйде ненің подъездің есігін ауыстырған ғой. Подъездің есігімен есептейді ғой былайша феншуйда, фасады, тылы деп ше. Сол подъездің есігін жаңалатып, ауыстырып, градусын өзгертіп жіберген ғой, қарасаңыздаршы. Сондықтан шамал болса да ең бірінші көтеріп алу үшін, феншуйдан жақсы үй табу үшін сәттілігіңізді, ол кодты алу, ол активация, ол прогулкалар, сөйтіп көтеріп алып барып феншуйдан жақсы үй іздеңіздер. Өйткені бізге секреті да, мен сіздерге просто секретін айтып жатқан. Енді болады ғой, жақсы үй тауып берем, жақсы жерге жатқызам деп, жоқ, автоматически. Ол подъезд есігі былай тұрсын, подъезд болды ол. Енді төбесінен су ағып кетіп, люстрасын ауыстырып, жатар ана жерге жата алмай, басқа жерге ауыстырып дейді, спальня, қарсаңыздар, спальныйына, кухнясына, су ағып кетіп, плитасына. Автоматом жұмыс жасайды деп. База келген энергия автоматом жұмыс жасайды. Сондықтан оған активация, прогулка, жақсы бір 3 ай тоқтамастан активацияны жасап, сәттілігін көтеріп барып, феншуйдан жақсы үй іздеңіздер дейді ғой. Мәссаған деп қалдым ғой. Ол неге, не үшін, қалай болды деп сұрамаңыздар дейді мастер. Біз айтып отыр ғой, неге, қалай болсын, сонда білмедіңіздер ме? Жоқ, олар жасаймыз деп айтқан жоқ. Алдыда бір күнде есікті ауыстыра салған. Шешім қабылдап. ЖКХ ма немеді? Осындай. Сондықтан үшінші жақсы үйді табуда оңай емес. Ал кейбір байлардың, оларға сәттілігі жоғары болып тұрған, мынандай жақсы неде жүргендерде автоматом өздерінің энергиясына сай жақсы феншуй бар үй алады ғой. Ниетіне де қарай бір жағынан ше. Енді біз феншуйді не үшін оқимыз? Қандай да проблема болса, қандай проблема болады, қандай проблема ол жұлдыздар, қандай проблеманы қандай туысқандардан алып келеді. Либо қай туысқанымда болуы мүмкін. Неге жалғызсыз, неге жақсы жігіт кездеспей жатыр, неге күйеуіңізбен қарым қатынасыңыз дұрысталмай жатыр, неге балдардың жолы болмай жатыр, ақшаға қатысты бір сәттілігім неге төмен болып тұр, денсаулықты дұрыстау. Бір осы мәселені осы қиындықтарды дұрыстау үшін біз сол феншуйді пайдаланамыз. Енді нақты айтқанда феншуй дегеніміз сәңке үйдің сырты арқылы, мына интенсив феншуйда егерде алған болсаңыздар, 3800 теңгеге, активация топтағы қыздарға ғана сол баға ғой негізі. Ол жерде енді айтылды, ол сәңкеге көп байланысты. Үйдің оң жағында дракон бар, танцующий дракон, үйдің сол жағында ойбай қыздар, үйдің сол жағында дракон бар, танцующий дракон, үйдің оң жағы
свирепый тигр бар деп айтамыз. Оны қалай біз есептейміз? Үйдің есігі тұрады, мына үйге кірер есік, кәдімгі кірер есігіңізге, либо мен этаж үйде тұрамын дейтін болсаңыз, этаж үйіңіздің жаңағы подъездің алдына, үйіңіздің кірер есігіңіз этаждың өзіңіздің подъездің алдына тұрып алып, арқамен үйден енді ғана подъезден шықтым деген кезде есік жабылады ғой. Есік жапқаннан кейін арқамен есікке қарап тұрып, жағы үйің артыңызда үй тұр, есік тұр артыңызда, сіз қарап тұрсыз алдыға, оң жағыңызға қараңыз. Оң жақ сол жаңа свирепый тигр, оң жағыңызда. Мына мен дұрыс көрсетпей тұр камера. Негізі былай көрсету беруім керек пе еді. Оң жақта, короче, тигр тұр, сол жақ дракон. Оң жақ тигр ол әйелдердің жағы. Не бар? Қараңыз. Жол тұрма, жол тұратын болса сіздің оң жақта, либо балалары шулап жатқан бір майда-шүйда балдардың ойнайтын детсады бір нәрсе, мектеп сондай болатын болса, ол көбінесе ол үйдің әйелдерінің балдармен, үйде отырған әйел, либо азаннан кешке дейін жұмыс істеп жол тұратын болса, азаннан кешке дейін үйде, либо басқа қалада, либо ем алып жатыр ма, бір сондай мәселе шығуы мүмкін. Ал мына сол жақ дракон жақта ер адамдарда не тұр? Здание тұрса өте жақсы, жақсы жұмыс жасайды, жақсы жұмыс ақша табады. Егер де жол тұрса, ішкен тапқаны тамақпен кетеді, жолмен кетеді, көзге көрінбейді, көбінесе үйде емес деп не қылады. Негізі екі жақта да здание болған жақсы. Тигр жақта да, дракон жақта да. Сол жақ дракон шамалы мына тигрге қарағанда үлкендеу здание болса, одан кейінгі әйелдер жақта да здание болу керек, бірақ мына драконға қарағанда сәл кішкентайлау, сәл аласылау. Енді бізде мастерлер айтады ғой, именно сол мына тигр жақтағы керемет здание, аппақ бір әдемі здание тұрса, ол мына үйдің әйелдері өте сондай күтініп қалған, өздеріне қарап қалған, фигурасына қарап қалған, сондай әйелдер тұрады деп. Енді өзі белгілі, егер де сол жақта жақсы здание, күшті здание тұратын болса, ол үйдің еркектер жақсы табады. Мектеп, детсад, балдардың ойын алаңы болатын болса, бала туып, үйде отырған әйелдерді көрсетеді. Енді ол интенсив фэншуйда, ол да 3800 теңге алсаңыздар болады, қыздар. Тек активация топтың қыздарына ғана сондай баға қойып қойған. Енді бізде үйде қыздар, фэншуйның сабағы қазір мен мына үй, жаңағы үйдің арқамен тұрамыз мына жерге, жер үй болсын, этаж үй болсын, мына үйдің главный есігі, этажда главный есік, подъездный есік ғой, мына жерде үйдің есігі, главный есік мынау жер үйде. Осы жерге арқамен тұрамыз да, оң жақта не бар? Мына оң жағы мынау, сол жақта не бар екен? Сол жақ дракон. Не бар екен? Сол қарайсыздар. Арт жақта да үлкен тау, үлкен здание болған жақсы, үйдің артында. Ол уже мен бір нәрсеге сенетім бар, либо жинап қойған ақшам бар, либо сенетін адам бар, мықты деулеріңіз мүмкін. Алды, есіктің алды ашық, кең, сондай бір жақсы алаң болатын болса, шамалы төмендеу кеткен, ол вообще супер болады. Ақша жақсы табатын, сыртта сәйкесі жақсы үй екен деп қарастырамыз. Енді бізде үй 4 бұрышты болуы керек планы. Қазір мен көрсетейін қыздар сіздерге. Дәл үйдің мынандай қараңыздар, мына 4 бұрышты болған жақсы, 4 бұрышты болғаны жақсы. Егер де үй мысалға мынандай 3 бұрыш болған жаман. Ол үйде агрессия, ұрыс керіс, бас салып төбелес, бірден жай сөйлеу жоқ, оларда бірден айқайласып ұрсып кететін белгі болады. Енді мына жерде мынандай үйлерде болуы мүмкін, мына қабырғасы кішкентай, мына қабырғасы ұзындау, қиғаш кеткен, сияқты болатын болса, либо мына жері дұрыста, мына жағы қиғаштау кеткен үй болатын болса, ол да дұрыс емес. Трапециясы, ол энергия, инский энергия көп болады. Мына жерде энергия жақсы айналамайды. Енді мынандай үйлерде болады, былайынан келгенде, мына жағын домалақ қылып былайынан келген үйлерді де көрдік планы.
иә, мына жер мынау вообще мына бұрышын қараңыздар, мына жерде үйдің ішінде бұрыш болып тұр, мынауның өзі, бұның өзі стрела адамды атады үйдің ішінде. Шатсы дейді, бұның өзі де дұрыс емес. Шатсы бар, жағы найзасы бар үй. иә, бұл энергияға да өте жаман, ұрыс керіс сондай энергия алып келеді. Жөнді энергия айналмайды мына жерге келіп, мына жерден энергия мына жерден келеді да былайынан кету үшін мына жаққа кете алмайды ғой, мына жаққа кете алмайды ол энергия. Былай тіке былай ұрады. Мына жерде уже шатсы деген сөз. Мына бұрыш, мына бұрыш, мына бұрыш жаман. Мына шатсы. Мына жерде қылыштасып тұр. Енді бізде қонақ бөлме, қонақ күтетін бөлме үлкендеу болу керек. Үлкендеу болу керек. Зал дейміз ғой бізде енді. Қонақ күтетін бөлме, мына спальняға қараған кезде үлкендеу болу керек. Иә. Ал ересектердің спальныйы мынау залға қарағанда сәл кішкентайлау, бірақ қатты кішкентай да болмау керек. Мына жерде қарасаңыздар, мына қонақ күтетін бөлме дейін десем, жоқ, бұл бір адамдық спальня. Мына жерде қонақ күтетін бөлме жоқ. Бұл мына екінші этаж екен ғой. Мынау бірінші этаж. Мына жерде мына қараңыздар, қыздар. Мынау қонақ күтетін бөлме. Бұл жағынан асханасы қосылып кеткен. Негізі қазір мына асханасы қосылып кеткен үйлер онша емес, қыздар. Қонақ күтетін зал, енді осы жерде мына жерде көрсете берейінші, мына жерде план жоқ. Қонақ күтетін бөлме үлкен болу керек, өйткені ян энергия жүреді, той, адамдар келу үшін, янский энергия жүретін болғасын, ең үлкен бөлме сол қонақ күтетін бөлме. Одан кішісі жаңа спальня, үйдің ересектерінің жатар бөлмесі, балдардың бөлмесі де қатты кішкентай, қатты үлкен болуға болмайды, өзінің жасына қарай. Бір үлкен үйлерде болады, кәдімгі бала жоғалып кетіп, шкаптардың арасын таппай қалып, ойбай мына бала қаяқта деп іздейтіндей. Ондайда қатты үлкен болудың қажеті жоқ. иә жоқ сектор болатын болса, мысалға мен мына жерде мысалға мына үй, менің үйім бар, дәл осындай Г-образный, Т-образный деп жатыр ғой, мына бөлігі жоқ, дәл осындай сияқты дейтін болсаңыздар, бұл да дұрыс емес. Жоқ секторлар, бұл да қиын. Егер де северо-запад жоқ болатын болса, үйіңіздің қарайсыз ғой, енді северо-запада жоқ екен дейтін болсаңыз, ол ер адамға қиын, ер адамның ақша табуына қиын. Ол үйде ер адам тұрғысы келмейді, басқа қалаға кетіп, либо әйтеуір бір сыртқа кеткісі келіп тұратын энергия. Северо-западтың туалеті, северо-западта душ болатын болса, либо северо-запад жоқ болатын болса, және кәдімгі сол үйдегі тұратын адамдардың басы көп ауыру мүмкін, мигрень көп болуы мүмкін, северо-запад жоқ болатын болса, либо северо-запад туалет не тұратын болса, әсіресе жоқ болған сол мигрень көп тудырады. Сосын сол ер адамның ақшасымен. Негізі северо-запад секторы васту бойынша да сол әйел адамның денсаулығын көрсетеді. Ол үйде әйел адам денсаулығы жақсы емес деп. Ал енді юг сектор, менің юг секторым жоқ екен вообще дейтін болсаңыз, ол адамда, ол үйде көзбен проблема болуы мүмкін, және әйел адамдардың юг сектор, әйел адамдарды, қыздарды шамалы көзбен проблема, сосын қалай айтса екен, юго-запад, юг сектор жоқ, юг сектор сол кішкентай қызбен 15 жасқа дейін келем дегенше қыздың шамалы мінезі болуы, көзбен проблема болуы, және мышцы дейді ғой, мынандай 15 жастан кейін 30 аралықта ғой, енді как бы қалай айтсам екен, бір инсульт алған сияқты ма, әйтеуір мышцымен проблема болады ол үйде де. Мышцы бір сүйек шығу, бір сүйекпен, либо буын, әйтеуір мышцаға қатысты сол проблема болады, әсіресе қыз балдарда. Сол юг жоқ болатын болса, көзбен проблема болады. Енді юго-запад сектор әйел адамға қиын. Әйел адамның еңбегі бағаланбауы, юго-запад жоқ болатын болса, әйел адамның тірлігі көрінбеуі, еркектің де жұмысын істеуі, юго-западта сектор жоқ болуы әйелдің. Немесе қазір біз енді мына қазақпыз ғой, көбінесе ауылдарда тұрады, юго-запад секторда мал қора бар екен, сиырлар ұстайды екенбіз дейтін болса, ол әйелдің де жұмысы бағаланбауы, малдың соңында жүру, еркектің тірлігін жасау,
жұмысы сондай көзге көрінбеуі, міндеттісің деуі, сондай бір мәселе келеді. Енді юг пен север обязательно болу керек дейді негізі. Өйткені бізде көбінесе мынау біз мынау қазір қыздар мына жерге жаза берейінші. Бізде көбінесе мынандай бізде квадрат лошу деген болады мына феншуйда, иә. Мына югті біз жоғарыға қарай қоямыз, қай кезде болса да квадрат лошуда. Мына север астында. Негізі бізде солтүстік полюс мына жоғарыда тұрады ғой бізде, иә, планета бойынша. Неге біз югті қойып қойғанбыз? Иә, дұрыс, солтүстік полюс осы жақта, мұзды мұхит бәрі жоғарыда. Просто мына югтің энергиясы мына жақ, ой, сағат тілін қарсы болып тұрмын қыздар. Мына жақтан келіп, иә, мына жаққа келеді югке. Осы жақтан югтің энергиясын бізге желді әкеледі, югтің энергиясын алып келеді. Негізі мына жақ солтүстік. Иә, солтүстіктің энергиясы, югтің энергиясын алып келгеннен кейін біз любой кезде мына квадрат олушыға югті жоғары қарай қоямыз. Өйткені энергия жоғарыдан югтен келеді деп. На самом деле север сол жақта. Ал мынау айналып, мына жақтан айналып келіп, мынау северге келеді. Юг жақтан севердің энергиясы келеді. Иә, бұл кәдімгі магнитный толқын сияқты екеуі былай айналып жатқан ше. Мынау былай айналып жатыр. Мынау былай айналып жатыр. Екеуі кәдімгі северге басымызды қоймаймыз деп жатқанымыз сол жоғарыға қарай қоймаймыз негізі, иә. Мигрень көп болуы мүмкін, иә, әсіресе осы 26-шы жылда. Сондықтан енді қыздар жаңағы склонение айттым, иә. Енді бізде энергия главный сол мына квадрат лошу деп айтамыз. Мына югті жоғарыға қойдық деп. Енді бізде главный сектор мына юг пен мына север болып тұр. Мына жерде юг деп тұр, мына жер север деп тұр. Мына фасада север. Осы север сектор мен юг сектор обязательно болу керек үйде. Егерде осы именно юг жоқ екен, немесе север жоқ екен дейтін болса, ақша тұрақтамайды. Ақша тұрмайды ол үйде. Әйтеуір енді ғана ақша жинаймын. 1 миллионға да жеткен жоқ, енді сол 1 миллион, 2 миллионға енді жетейін деп жатады. Бір өмірімізде бір жинайға дейін деп жатқан ақшамыз болып жатыр еді. Анау кеп сұрайды, мынау кеп сұрайды, жан-жағымыздан бауырларымыз кеп сұрайды, анаған беретін болып қаламыз, мынаған беретін болып. Сол ақша жиналмайды. Я рахметін де айтпайды. Сол мезетте бір айтуы мүмкін, бірақ кейін ұмытып қалады ол адамдар. Я балдарға керек, я анаусына керек. Әйтеуір бір ақша тұрақтамайды. Юг пен север солай жұмыс жасайды, қай кезде болсын. Сондықтан обязательно юг пен север болу керек. Енді уже ары қарай. Енді жаңа северо-запад әйелде қиындық, әйелде бір қолдау жоқ, северо-запад сектор жоқ болатын болса, ақша жоқ, ал юго-запад сектор жоқ болатын болса, юго-запад секторда, ол кезде әйел үйдің егесі ретінде сезінбеуі, мамамен қарым-қатынаста проблема болуы, либо ене мен келіннің арасында, либо мама мен қыздың арасында, иә, вообще просто мамамен, анаңызбен, бала туған әйелмен, даже келінде бала туған болса, онымен де проблема болуы мүмкін. Отбасыда әйел адамға тіреуіш жоқ, қолдау жоқ, либо сол үйдің әйелінде бір қолдауым жоқ, амалым жоқ отырмын, ажыраса алмаймын қиналып отырсам да деген сияқты бір қолдаушы жоқ ол үйде. Және бала туумен проблема жоқ. Егерде бала туып жатса, сол женский маткамен проблема болуы мүмкін сол юго-западта. Ал восток ол үйдегілердің денсаулығы, восток сектор. Үйдегі адамдар шаршап жүруі мүмкін, күш қуаты жоқ, зорға осы жұмысқа барамыз, жұмысқа келеміз деуі мүмкін. Ол үйде өсу болмауы мүмкін. Өсу жоқ. Бір алға қойып, мен бір нәрсеге жанталасайын деген сияқты бір алға қою бір мақсат бар, бірақ оған жетпейді, жұмыс істемейді. Север сектор ол ақша, ол жұмыс. Север сектор егерде жоқ болатын болса, сол өзгеруге қорқыныш, білім алуға қорқыныш, немен айналысу керектігін білмеу, бір осындай мәселелерді әкеледі. Ал юг сектор жоқ болатын болса, самооценка жоқ ол үйде. Ол үй кәдімгі блогер болуға ол үй вообще қиындау. Егерде жоқ, мен блогер болдым дейтін болса да, от силу барынша, базадан келген энергиясымен мүмкін болуыңыз, бірақ қайтадан ол энергия кеткенде ол үйден блогер бола алмайсыз.
вроде мен атақтымын, иә, бірақ қаралмаз, инстаграмдағы сондай бір клиенттерім аз, либо көретін адамдарым аз деуіңіз мүмкін. Юг сектор жоқ, ол сол танымалдылықты көтермейді. Егер де блогер танымал болғым келеді дейтін болсаңыз, югі жоқ үйді таңдамаңыз. Иә, егер де осы енді мына секторларда жоқ секторлар деп айтып жатыр қой, жоқ секторларға айна қоюға болады. Айна арқылы как будто бір мына сол стенаға, именно жоқ сектордың стена жағына айна қойсаңыздар, как будто ана айна ары қарай бір нені үлкейтіп, жағы стенаны, помещениені үлкейтіп, как будто екі секторды бар сияқты қылады, айна қоюға болады деп айтады. И және енді қазір оны айтамыз енді барысында. Северо-восток секторда, сосын егер де северо-восток сектор жоқ болатын болса, сүйекпен, буынмен проблема келуі мүмкін. Және подросток балдар бар ғой, енді 15 жыл 10 жастан бастап бір 20 жасқа дейін сол вообще подростковтармен қиындық енді мақұл. Подросток деген уже түсінетін шығарсыздар барлықтарыңыз. Және 15 жасқа дейін ұлдар, либо 17-18 жасқа дейінгі ұлдармен деп шамалы қиындығы алып келуі мүмкін. Ұл баламен северо-восток жоқ болатын болса, иә, үйден кетіп қалу, ол үйде тұрғысы келмеу, басқа жаққа ата әжеме барып тұрам, либо басқа қалаға оқуға кетем, уже 9-дан бастап, иә, бір сондай мәселелер шығады. Либо ұл бала, вообще ұл бала жоқ. Как бы либо мен ұл балдарым бар дейтін болсаңыз да, сол ойде тұрғысы келмеуі. Северо-восток жоқ болса. Негізі восток бойынша біз айтамыз, северо-восток жоқ. Мастерлер, востудың мастерлері, северо-восток жоқ болды ма, бітті, все. Мына үйді ары қарай қарамайды. Мына үйді сатты. Бұл үйдегі адамның ақылы, вообще ақылы жоқ үй деп айтады. Ал мынау бізде енді неде, мына феншуйда ол ақыл, күш қуат, мынадай көбінесе восток көрсетеді. Иә, восток, северо-восток. Северо-восток жоқ болса бітті, бұл үйден көшіңіз. Бұл үйдің бір ақыл, оймен парасаттылық жоқ бұл үйде. Бұл үйде тектілік те болмайды. Тек ұрыс керіс, сөзің түсінбеу, айтсаң басқаша түсіну деген сияқты мәселелерді болуы мүмкін деп, сондай мәселелер, сондай болжам қойып жатады. Запыт болатын болса, 15 жасар қыздарға қатысты бір денсаулықтарына, либо солармен қарым-қатынаста проблема болуы мүмкін, запыт сектор жоқ болуы, либо тамақ, тістің ауруы, осылармен проблема, немесе өкпе, тыныс жолдары, әңгіме сөзбен проблема болуы мүмкін, запыт сектор жоқ болатын болса, денемен проблема, мынау дене болғанда мына терімен проблема. Сосын как бы концентрация дейді ғой, бір нәрсеге ден қоя алмауы. Бір мына жерде шамалы отырып бір сабақ оқиын десе отыра алмайды, кәдімгі бір орында отыра алмайтын адамдарды көрсетеді. Сол запыт сектор. Запыт сектор дұрыс емес болатын болса, либо запыт сектор жоқ болатын болса, осындай проблемалар келеді. Және сол 15 жасқа дейінгі қызбен қиындық, тіл табыса алмау, онымен ренжісіп қалу, либо сол қыз ылғи ренжіп жүру, осындай мәселелер. Юго-восток сектор 30 бен 45 жастағы әйелдерді көрсетеді көбінесе. Ол үйде юго-восток жоқ болатын болса, ол үйде әйел жоқ, бұл үйде, немесе 30 бен 45 жастағы әйел жоқ болуы мүмкін, әйел адамдарда қиындық болуы мүмкін. Және юго-восток сектор шаш, қол, аяқ, және жыныс мүшелерінде ауру, жыныс мүшесінде ауруды алып келеді. Сол жақта бір уже сол сектор жоқ болатын болса, осы айтуыңыз мүмкін. Бұл үйде әйел көп тұрмайды, әйел жоқ, либо әйел адамда қиындық денсаулықтарында, шаш түсу бола ма, қол аяқтары сырқырай ма, белі обязательно ауырады, грыжа ма деп ше, осындай мәселелерді айтасыз. Сосын женский жақ, либо ер адамның сондай мүшесі жағын ем алу керек, бір врачқа барып қаралып ал деп. Енді мына жерде мынаған қарап отырмын да, мынау сәл бір шығыңқы, енді мынау сәл удлиненный болып тұр. Енді ал кейбір болады мынандай үйде, как будто былай шығып, вообще шығып тұрады мынандай үшбұрышты болып, аппендицит ұқсап. Бұл да дұрыс емес. Әсіресе мынау деп аппендицит
аппендицит құсап шығып тұрған жерде именно мына жерге кровать қоятындар болады ғой, спальный қылып вообще мына бөлмелерде кровать қойып, бұл вообще дұрыс емес. Бұл жерде баланы да жатқызуға болмайды, үлкендерді жатқызуға болмайды, өйткені өте агрессивный адамдар. Иә, ұрысып сөзін шығымы келмейді менің, бірден төбелесе жөнелемін дейді. Ал мына феншуй бойынша мынандай үшбұрышты, ал көбінесе бадзи бойынша бұл жаңағы бірден ұрысып, мен түсіндіргім келмейді оған. Мен бірден төбелесіп кетемін дейтіндер көбінесе 10 жылдыққа барыс келгендер, либо барыс жылында, либо барыс айында, иә, либо сол адамның картасына өзіне 10 жылдықты қарап шығыңыз, қандай энергия келіп тұр, барыс болатын болса, либо дереваян тұратын болса, олар сөйтеді бірден түсіндіріп тұрмайды. Ой, мен өйткенде бүйткен едім ғой, сөйткенде сөйткен едім ғой деп ше, 10 жылдыққа келіп тұрған әсіресе барыс сол мына үшбұрышты аппендицит сияқты бірден төбелеседі. Пошел вон деп аузына ақ ит кіріп бірден төбелеседі. Еркек болсын, әйел болсын. Мен соны көрдім ше, уж практикамда қанша жыл. Енді жоқ секторларды қалай не істейміз? Жоқ секторларға жаңағы айттым, бірінші ол айна, екінші музыка ветрі, үшіншісі бізде бір мастеріміз не берген, как бы инияны ілуге болады, либо сол сектордың, жоқ сектордың, мысалға әр сектордың жаңағы өзінің ли, кан деп жаңа белгілері болады, мысалға ли болатын болса мынандай, иә, соның жағы иероглифін алып қағазға шығарып алып, сол секторға жағы, сол именно жоқ сектордың мына жерде стена тұр, егер де бұл стена болмай тағы есік болып ар жақта тағы бөлме болатын болса, бұл юг болатын еді дейтін болсаңыз, сол именно сол стенаға барып жаңағы югтың иероглифін іліп қойасыз, мына лиді, не? Әр сектордың несі иероглифі бөлек. Сол иероглифтерін іліп қойға болады деп айтып жатыр бізде мастерлеріміз. Либо сол жаңағы музыка ветрі, либо ағаш, үлкен горшоктағы кәдімгі. Қазір Джой айтып жатыр ғой, қазіргі активациялар кетей, мынандай активациялар жұмыс жасамайды. Фонтан қоясың ба? Бөшкімен соғыда кәдімгі ішіне не қылып тұратын, айдап тұратын орналастыр. Гүл қоясың ба? Сенің бойыңмен бірдей гүл қой деп ше. Мынандай активациялар готовность беруде жұмыс жасамайды деген сияқты. Енді тағы мынандай үйлер бар. Мынандай үйлер бар. Бір түсіндіріп жіберейін. Мынандай үйлер болады. Мынандай үйлер болады. Мына лестницасы. Мына жерде пережола ма? Осылай. Мына жерде мынау шамалы. Ұзындығы болуы да мүмкін, ұзындығы болмасы да мүмкін. Қараңыз, мынаны дейді да, енді мына жерде қаншама, мына жерде уже жоқ сектор болып қалайын деп тұр ғой, мысалға. Иә? Мысалға мына жер, мына бұрыш, мына север деп тұр, север деп алатын болсақ. Мына жақ юг, сонда мына үйдің юг секторы жоқ. Бұл үйде адам жаңағы қызбен көзімен проблема, қыздың көзіне операция жасау, зрениесі төмендеуі, әйел адамның жаңағы несі еңбегі де бағаланбау, енді мына жақ запыт, мына жақта юг азапты, мына жер дегеннің өзінде. Иә? Бұл енді юг сектор енді 26-шы жыл енді болмаған дұрыс қой, анау мынау дегенмен де бәрібір юг пен север бәрібір болу керек любой үйде. Бұл үйде танымалдылық, мәлі танымалды адам болса да шыққысы келмейді, бақыламайды, клиент ондай жоқ, ондай бір мәселе шығады. Енді біз жаңа айтып жатырмық, мына жерге именно юг жоқ болғасын, именно мына жерге қоюға болады, мына стенаға. Мына жерінде есік болғанда мына жақта юг болатын еді. Мына жерге қойсаңыз болады, либо мына жаққа қойсаңыз болады, либо мына жаққа қойсаңыз болады. Жаңа юг секторда. Мен мына жер дұрыс ау деймін, жаңа лида. Иероглифін югтың. Мына сенаға іліп қойсаңыз болады, шығарып алып. Либо музыка ветрі, либо осы жерге айна, мына жерге, мына стена полностью айна, мына жақты юг болатын еді деп ше. Либо мына жақтарға, либо мына жақтарға айна қойсаңыз да болады. Как бы удлинить етіп тұрады. Бірақ бізде мына мастеріміз айтып жатыр ғой, енді мынау
егер де мына тамды пайдалансаңыз мына жаққа айна қоюыңызға болады. Мына үйлерді, мына бөлмелерді, бізде қызылорда там дейміз, ренжімеңіздер, әркімге әртүрлі. Енді мына қараңыздар, бізде мастеріміз Джойя былай айтып жатыр: мына секторды, мына үйді, короче, мына екі бөлмені кесіп таста дейді. Мынаны ғана пайдалан. Мынаны офис қыласың ба дейді. Енді ол жақта офис қой, енді бізде ненің офисі. Мына жақты как будто бір көп ашпай есігін. Тек сен өзің миыңа сендір. Мына жақ тек менің жұмыс жасайтын офисім. Бұл жаққа мен жатпаймын, не алмаймын, иә. Бұл тек бұл жаққа тек мен жұмыс жасау үшін келемін. Сонда бұл бөлек болып қалады. Офис ретінде дейді да, мынаны кесіп тастайсың үйден. Автоматом дейді да, ниеттеніп мына жерде ауызда айтасың: бұл менің үйім емес, мынау үйге қосылмайды, мынау үй емес, мынау офис деп, және бұл үйге пайдаланба деп айтады да. Сол кезде кесіледі энергетический дейді. Енді ол жұмыс жасай ма, ол жұмыс жасамай ма, енді онысын білмедім. Енді бөлмелердің есігі, кәдімгі бөлмелердің есігі, біреусі үлкендеу, біреусі кішкентай болса, есіктің мына көлемі, ол да дұрыс емес, энергияға жатады. Айна, мына кішкентай есік болатын болса, аналар үлкендеу, мына кішкентай болса, айна қойып қоямыз жанына, либо үлкен сол есіктің аузына гүл қойып қойыңыздар, горшокпен дейді, сол арқылы дұрыстаймыз. Ол да дұрыс емес, энергия алып келеді. Бір-бірін салыстыру, анау істеді, мынау істемеді деген сияқты мәселені алып келеді дейді. Сол жақтан ұрыс керіс болады. Және үйдің бөлмелері, мысалға мына коридор деп алатын болсақ, мына есіктер болады ғой мына жерде. Бір-біріне қарама-қарсы тұрса да болмайды. Мына жақта балдар жатыр, мен балдармен ұрыспаймын, мен жатырмын дейтін болсаңыз да, мына бір-біріне қарама-қарсы тұрған есік, ол да конфликт алып келеді. Және конфликт алып келеді дедік. Енді тағы есік бар. Мына жерде үйден кірсеңіз, бір кейбір есіктер болады, дәл мына жеріңізде терезе, тағы либо қораға шығатын есіктер болады, оны көрдік. Дәл мына жерде. Дәл сондай есік болатын болса, мына кіреберіс үлкен есіктен кірген кезде мына жақ қарама-қарсы есік, либо терезені көрсеңіз, ол да дұрыс емес. Кірген энергия, жақсы энергия кірсін, автоматом бірден кәдімгі жүгіріп дәл солай шығып кетеді. Енді мынандай үйлерде дұрыс емес, мынандай ұзын коридор дейді, бірақ қысқалау деп, қысып тұратын, ені қысқа да, бірақ ұзын коридор болған, ол да дұрыс емес дейді. Ол да энергиясы шатсы. Гүл қоямыз, бір стенасына жағы айна қоямыз дейді. Бірақ айна мынандай басты кесіп тұратын, мынандай кішкентай тапалдау. Басты кесіп тұратын, либо аяқты кесіп тұратын айна болмау керек, полный стенаны алып тұру керек. Және андай болады ғой қазір ромбик сияқты кесіп қойған айналар, олар да болмайды. Олардың өзі сол шатсы, кәдімгі шытынап сынып кеткен айна сияқты. Ол да болмайды дейді. Кәдімгі целиком айна, айна қоятын болсаң, целиком сынбаған айна. Мына жерден кеп тұрмасын, аяқты кесіп тастап тұрмасын. Сол. Либо гүл қоямыз, стенаны визуально, әйтеу сол бөлмені үлкейтеміз, жап-жарық қылып қоямыз ылғи дейді. Сол кезде сол энергиясы дұрысталады, шатсы болмайды. Және бір мысалы мына кірдіңіз, мына прихожка уже мына жерді қарасаңыз, мына прихожкада уже барлығы есік осы прихожкаға қарап тұрмаңыз. 1, 2, 3, 4, 5, мына жерден кіре қалдым, мына жерде кіріп тұрмын, бәрі есік бірден осы жерге шығып тұр. Ол да конфликт. Бір прихожий бір бөлмеге 5-6 жақтан деп есік төніп тұратын болса, коридор, кіріп, одан коридор болып, сосын барып есік болатын болса, ол жақсы. Бірден прихожкаға келдің, барлығы есік, 4-5 есік жан-жағынан қаумалап тұрса, ол да жаман. 5-6 есік, 4-5 есіктен жоғары көп есік не қалады, ол үйде де конфликт. Ол үйде де энергия дұрыс емес. Мына үйде ұрыс керіс өте көп екен дейсіздер. Спальныйда негізі бір есіктен, мына спальный бөлмесінде бір есіктен бөлек тағы есік болатын болса, ол үйде конфликт именно любовник, любовница мәселесінде. Бір есікті жауып тастау керек. Бір есікпен ғана пайдалану керек. Либо екінші есікті сол пердемен жауып тастаңыздар. Кейбір үйлерде болады ғой қазір. Мына жақтан кіресің, бірінші есік. Одан тағы балконнан екінші есік бар. Мына жақ арқылы кіруге болады.
ол да дұрыс емес сол. Ә, асханада да екі есік болса, ол да сол отбасыда қарым қатынаста ұрыс болуы мүмкін. Бір есікті жауып тастаңыз, немесе төбесіне қызыл пунктирмен белгі қойып қою керек дейді да, мына стенасына қызыл мынандай сызып, либо полға кейбіреулер болады ғой, мынандай кафель қойған кезде дәл алдына қызыл қызыл сияқты бір кафельмен сызығы бар, именно сондай сызық сияқты қылып пунктирмен либо төбесіне, либо төменге полға сол екінші есікке белгілеп қоямыз. Енді екі есік болуға болмайды. Сосын асханада айттық екі есікті. Асханада негізі кәдімгі бір есіктен бөлек басқа есік болмағаны жақсы. Энергия тұрақталмайды, кірген энергия шығып кетеді. Кіреберіс есік үйдің ауызы. Кіреберіс есік жағы қатты үйдің размеріне қарай, қалай айтсам екен, үй енді орташада, мысалы мына үй деп алайық, мына жерден көрсетейінші. Бір болады ғой, бір барынша мына үйге барынша үлкен екен деп өзіңіз кіргенде де бір көресіз ғой, сондай есік те болмайды үйдің кіреберісіне. Өйткені кіреберіс есік үйдің аузы дейді да, сол қатты үлкен болса да ол ақшамен проблема. Және кішкентай есік болады. Бізде былай айтады, егер үйдің есігі үйге қарағанда үлкендеу болатын болса, ол үйде ақша тұрақтамайды. Ақшамен проблема, ақшаға қатысты ұрыс-керіс болады, ылғи. Ал андай кішкентай есік болатын болса, ол үйде де ұрыс-керіс, үй үлкен, бірақ есік кішкентай болатын болса, бір қызғанышқа қатысты, либо әйелі екеуі бір-бірін қызғанып жатыр ма, әйтеу үй кең, бірақ ана есігі тар, зорға кіресің, мынандай, сосын шамалы жмотина дейді ғой, мына жмоттанып, мынандай бір қызғаныш, іштарлыққа қатысты сондай бір ұрыс-керіс болуы мүмкін. Ол айтылды. Енді тағы кіреберіс бөлме ер адамды көрсетеді. Үйде кіреберіс бөлме ер адам, янский энергия. Кішкентайлау, тарлау, қараңғы болып жатса, ол үйде, значит, ер адаммен проблема бар. Ер адамда ақшалай қиындық бар. Активация жасау керек прихожийға, егерде жақсы жұлдыздар болатын болса, светлый обой болу керек, светті шамалы жарық қою керек, айна қосыңыздар, визуально шамалы тар болса кеңейту үшін. Сол кезде ер адамның ақшаға қатысты да жағдайы жақсы болады. Енді кіргенде қарсы асхана тұратын болса, үйге кірген кезде, үйге кіресіз кәдімгі үлкен есіктен, асхана тұр қарама-қарсы. Ол үйде уже көп тамақ жеу, тамаққа көп ақша жарату, бар ақша тамаққа кетіп жатыр, одан артық жинап жатқан жоқпыз деуіңіз мүмкін. Осындай энергия алып келеді. Үйге кіре берген кезде қарама-қарсы спальня тұратын болса, ол адамдардың көп ұйықтауы, көп шаршаймыз, келеміз де ұйықтаймыз, басқа істеп жатқан тірлігіміз жоқ деуі де мүмкін. Егерде үйге кірсеңіз қарама-қарсы кабинет тұратын болса, ол үйдің адамдары көп еңбектенуі. Үйге кірген кезде қарама-қарсы туалет тұратын болса, ол да дұрыс емес энергия. Дәл қарама-қарсы есік сияқты шатсы энергиясы дәл ағып кетеді. Есікті ашасыз, кірген энергия бірден туалетке барып сумен ағып кетеді. Кейбіреулер енді қызыл несі байла унитазын деп атады, енді лажы болса, как бы сол жердегі стенаны шамалы бөлектеп, ана есік туалеттің есігі көрінбейтінде жабу керек шығар. Кейбір мәселелер айтып, төбеден музыка ветра іліп қойыңыздар деп. Негізі мен ойлаймын, сол туалеттің есігі көрінбейтіндей как бы не қою, перегородка ма бір нәрсе қою керек. Үйде кірген бойда лестница тұратын болса, екінші этажға көтерілетін, ол үйге есіктен жақсы энергия келіп тұратын болса, тұрақтамауы, бірден есіктен кіре салып лестницамен жоғары кетеді, энергия ыдырап қалмайды, жақсы энергия келмейді. Ол да онша емес. Қарсы айна тұратын болса, есіктен кірген кезде, ол да дұрыс емес. Дәл солай жаңағы екінші этажға көтерілгендей жұмыс жасайды. Музыка ветра, колокольчик іліп қою керек шығар оларға да. Енді қай кезде болса да үйдің есігі ішке қарай ашылу керек, кешіріңіздер. Есік ішке қарай ашылу керек, сыртқа ашылса энергияны итер жібереді деп айтады.
деп ішікке ашқан кезде бірден энергия кіреді деп. Кіреберіс бөлмелер, прихожийлар кең ашық болу керек, коридорға қарағанда прихожий ең бірінші кірген бөлме өте таза, өте кең, ашық болу керек. Бізде енді активациялар өте көп: сиқырлы қыз, генералдар, дракондар, умная уборка, ақша жұлдызын жылту, 1-6-8 жаңағы феншуйский 9-8-6 жұлдыздарын жылту деп активациялау өте жақсы не алып келеді, энергия алып келеді. Сол активацияларды жасай беріңіздер. Сол кезде үйдің энергиясын көтересіздер. Енді қонақ бөлмесі, зал үлкен, ашық, кең, дұрыс формада болса, егер де шамалы кішкентайлау болса, айна қойып жібересіздер ма? Сол кезде айна қойса вообще күшті дейді. Қонақ күтетін бөлмеге дастарханыңыз екі еселенеді, қонақ көбейеді, сондай жақсы жаңалық, той болады ол үйде ылғи дейді. Ал егер де асханада айна көп болатын болса, ол үйде тамақ істеу, ішіп жеу сондай өте шаршап дейді. Сондай нәрсе бар. Той емес, кәдімгі күнделікті. Күніне мына газге қазан 3 рет тамақ істелінеді, 4 рет тамақ істелінеді деген сияқты бір мәселе болуы мүмкін. Ол асханаға айнадан гөрі бір әдемі бір табиғаттың ма, тау, ормандардың несі ма, суретін қойған жақсы. Бірақ енді кейбір мәселелеріміз айтып жатады. Менің асханамда тау не жоқ, иньян, феншуйский нәрселер бар деп ше. Ол да жұмыс жасайды. Енді үйде мебельдер бар болатын болса, мебельдің мынандай бұрышы болмау керек дейді. Өйткені ұрып алу, сондай бір мәселелер шығады. Ол бір жағынан шатсы ұрып алмасаңыз да, андай домалақтан кеткен мебельдер алсаңыздар жақсы. Және дәл солай столды да, сол столға да отыратын тамақ ішетін столдарыңыздың да мынандай бұрышы болмай, домалақтан кеткен овальный сияқты болса жақсы дейді қыздар ше. Сол кезде ғана шатсы болмайды деп. Домалақ сол негізі аспан, ұрыс-керіс болмайды деп айтып жатады. Енді қазір не жасайсыз? Қазір қарап шығыңыздар. Қай бөлмеде гүлдер жақсы өседі, қай бөлмеде гүлдер онша өспейді, қай бөлмеге мысықтар барғысы келеді, либо балдар барғысы келеді, қай бөлмеге өзіңіз де кіргіңіз келмейді. Энергия жоқ, энергия тұрақтап қалған ол жақта. Ақтарыңыз, керемет заттарды тастаңыз, шамал жарықтандырыңыз деген сияқты. Мозаика айна туралы айттым. Туалеттің сызығы. Мысалға, мына жерде мына туалет тұр, қараңыздар, мына жерде. Туалеттің сызығы тұр. Туалеттің дәл мына қараңыздар, мына адам отырып мына туалетке шығатын жағы, мына жағы уже стрела, улы стрела дейді. Егер де мынау асханаға қарап мына жерде плита тұратын болса, ол плитадан тамақ ішуге болмайды уже. Уланған тамақ деп есептенеді. Егер де мына жерде спальный тұратын болса, кроваты бас жақта тұратын, ол адамның ылғи басы ауырады, денсаулығы дұрыс болмайды. Мына туалеттің қақпағы ылғи жабық тұру керек, және мына туалеттің сызығы туалеттің шасы спальняға қарамау керек, асханаға қарамау керек, басқа жаққа тұру керек. Егер де тұратын болса, енді кейбір мәселелер айтады, мына жаққа айна қойып жіберуге болады, бірақ асхана болса айна қоюға болмайды. Гүл қойып жүрсеңіздер де болады шығар. Бірақ енді мына лажы болса, үйді пландаған кезде мына туалеттің сызығы либо далаға кетсін, әдемі спальняға, асханаға емес. Өйткені туалеттің стреласы болады. Северо-запад жоқ болатын болса, либо юг-север жоқ болатын болса, ол үйді сатып жіберіңіздер дейді. Ол уже дұрыс емес. Үй феншуй нашар, үй шаршау, ақша тұрақтамауы, күйеумен ұрыс, ақша табуға қиындық, бір осындай энергия жүреді ақшамен қатысты. Енді мына жерде мыналарды өшіріп тастайын. Асханада ешқашан ұрыспау керек. Феншуй мәселелерінің осы несі, енді секретін айтып жатырмын қыздар, феншуй чекап деген. Ұрыс-керіс болмайды, тамақ істеген кезде әсіресе ұрыс-керіс болып, ашуланып тұруға болмайды. Мастерлеріне ең бірінші қоятын талаптары үйіндегі жұмысшыларына, әйелдеріне ұрысып тұрып тамақ істеуге болмайды. Қытайлардың енді мәселелеріміз айтып жатыр да, егер де үй қызметшісі
қытайлық үй қызметші тамақ істеп жатырып, әйелі мен күйеуі сол асханада тұрып ұрысып қалса, істеп жатқан тамағын төгіп қайтадан жасайды деп. Олардың главный секреті осы. Сосын көбінесе енді бізде де қазақтарда да болды ғой енді ол. Сатып алма, көбінесе өзің жаса деген. Өзің не үшін жасауың керек? Жақсы көңіл күйде, әр тамақ істеп жатқанда. Сенсеңіз де сенбесеңіз де. Жақсы ойда, балдарыңызға жақсы сондай батаңызды беріп тұрып тамақ істесеңіз, сол кезде жақсы. Ал енді сырттан тамақ ішкенде ол ашуланып тұр ма, ол ақша жоқтыққа жылап тұрып істеп тұр ма тамақты. Иә, ниеті қандай болып тұрған, сол тамаққа беріледі ғой. Сол тамақты ішкеннен кейін сізде де сондай проблема болуы мүмкін деп айтып жатады. Сондықтан жақсы, үйде де сол тамақ істегенде жақсы істеңіз. Үйде асханада әсіресе ұрыспаңыз, асханаға кіріп ұрысуға болмайды. Иә. Енді плитаны жаңағы енді ұшар жұлдыздар оқысаңыз жақсы, ұшар жұлдыздармен қоямыз. Иә. Холодильник, раковина, дәл ыдыс жуатын раковина, плита, газ плитаның қасында тұруға болмайды. Либо қарама-қарсы тұруға болмайды. Холодильникте дәл солай суға жатады. Раковина қандай, холодильникте дәл сондай, екеуі де судың белгісі. Плита ол от, бір-бірінің қасында тұруға болмайды. Былайша қытайлықтар жаңағы мастерлеріміз айтып жатады, холодильник ол үйдің ақшасы. Асханадағы үлкен ақша кошелегі ол холодильник. Сондықтан жаңағы плитаның жанында либо плитаға қарама-қарсы тұруға болмайды. На эмоцияға ақша жаратып жіберу көп болады сондай. Енді северо-запад секторға плита қоймаймыз. Туалет айтылды. Югте ванны болмайды, ол табу дейді. Ол үйде егерде юг секторда туалет, ванна тұратын болса, суағып тұратын болса, ол үйде уже жүрекпен, зрениемен, давлениемен проблема бар ол үйде, ол адамдарда. Кухонный гарнитур қызыл болмауы керек, ол да дұрыс емес. Өйткені тоқпен, отпен проблема алып келеді ол үйде. Асхана әсіресе плита. Спальныйдағы плита, плита тұр, плитаның ар жағындағы стенада спальный тұр дейтін болсаңыз, ол да дұрыс емес. Ол үйдің спальныйда жататын адамдардың басы ауырады көбінесе. Денсаулыққа шаршап, шалдығып, отқа энергиясын жағып жіберетіндей энергия болады. Көбінесе мигрен ғой енді. Және үйге кірген кезде, либо асханаға кірген кезде, мына есікте тұрған кезде, мысалы асханаға кірейін деп тұрған есікке қарап тұрасыз ғой, сол кезде тамақ істеп тұрған адам, плита көрінбей тұру керек қой, өйткені тамақ істеп тұрған адам арқамен тұрады да, арқа дәл мына есіктің арқасында тұрса, ол үйде жаман дейді. Өйткені тамақ істеп тұрған адамның арқасын көру есіктен кіргенде асханадан, ол да оңай емес, жаман энергия, ұрыс-керістің энергиясы, ақшаны тұрақтамау энергиясы, сондай травма алып қалуы мүмкін. Ол үйде сүйек сыну, либо әйел мен күйеуі төбелес болып, мынандай травма алу мәселелер көп болады деп. Ыдыстарды қарап жүріңіздер, сынбаған таза ыдыс болу керек деп. Бір рет айтып жатыр да, біздің мастеріміз айтып жатыр да, қытайлық. Менің мастерім, менің оқушым, мұғалімім бір проблема болып қалыпты дейді да, бір бизнесінде. Содан ол проблема қайдан шықты? Қайдан табам оны? Деп үйінің барлығын тұрып алып, үйінің несін бәрін қолын арқасына қойып алып, кәдімгі шалдар болып, сол шалдар қылса, енді өзі шал кісі, ол мұғалімі де оның айтып тұрған, үйдің бәрін аралаған ғой. Қай жер дұрыс емес, стена жарылып тұр ма, не болып тұр, бұл проблема қай жақтан келіп тұр деп. Сөйтсе, күріш салатын үлкен ыдысы сынып тұр екен, шытынап жарылып тұр екен. Резко барыпты да, сол күріш салатын ыдысын өзгертіпті, қалған жерлерінен нормально дейді, сол ғана. Соны не қылса, бизнес қайтадан ретке келіпті дейді. Қарасаңыздаршы, даже сынған ыдыс, ақшаға қатысты сол үйдің егесіне проблема келіп тұр ғой, даже шытынаған ыдыс. Сондықтан екен ғой, шытынаған ыдыс болмау керек, сынған ыдыс болмау керек дейтіні. Глубже қарау керек екен ғой, сол егесіне. Енді любой шкафтың есіктері сықырлап тұрмасын дейді да, ол да уже низкий энергия алып келетін адай.
шаршаудың энергиясын алып келеді. Жағы краннан су капать етіп тұрмау керек, туалеттен су капать етіп тұрмау керек, су ағып тұру, уже капать ету, ол да уже ақшаның біздің жаңағы көрінбей шығуы дейді да. Қай жаққа кеткенін білмеймін, әйтеуір ақша жоқ деу. Холодильник тек кухняда ғана болу керек. Көбі енді үйлерде байқаймыз біз, холодильник неде басқа бөлмеде болуы да мүмкін, кейбіреулер басқа бөлмеге қойып қоюы мүмкін. Ол холодильник үйінің ақшасы ол тек асханада тұру керек деп айтады. 9 жұлдыз енді 26 жыл болса, 26 жылы Юго Востокта орналасқан. Тез жылдам ақша келеді. 9 жұлдызын сол Юго Востокта көбінесе есік жуу арқылы жақсы ақша табасыздар. Есікті қайта жуа беріңіздер осы 26 жылы. Егер де енді мына жылы енді квадратлошуды жаңа айтып жатырмын ғой, әр жыл өзінің жағы әр жыл мынандай бізде квадратлошу келеді. Мысалға биыл ортаға бірге жұлдызы келіп тұр. Бір, екі, үш. Ойлап оқыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9. Мышка. Калека-малека болса да ренжімеңіздер енді қыздар. Биыл мына пятерка 5-ке келді. 2-ке келді. Мына 5-міз 2-ке келді. Бізде мынандай феншуй бойынша скрытый жұлдыздар да бар. Скрытый жұлдызымыз биыл ортаға да келіп тұр. Пятеркамыз. Сондықтан пятерка келген кезде ортада бөлмеңіз тұратын болса, немесе пятерка келген, есікке келген болса, есігіңіз бағана айтып отырмын, мынандай үйлерде бар табы разный деп ше. Сондай үйге кірер есігіңіз ортада тұрған. Биыл ортаға пятерка келді, биыл 2-ке пятерка келді. Скрытый жұлдыздар бойынша ортаға келіп тұр. Не ашық жұлдыздар бойынша 2-ке келіп тұр пятерка 26 жылы. Үйде есігіңіз ортада, немесе есігіңіз 2-те болатын болса, ақша бермейміз қарызға, қарызға ақша алмаймыз, беруіміз қиындап қалуы мүмкін. Бір осындай мәселелер болады. Енді 2 сектор биыл өте жаман болды. Пятерка. Және не? Осы жұлдыздар арқылы айтайын деген, мына 9 жұлдыздан Юго Востокта, Юго Восток несін қайта жуа беріңіздер жақсы күндерде. Ақша келеді, той болады үйде. Енді егерде сіз жалдамалы жұмысшы болатын болсаңыз, сіздерге жалдамалы жұмысшыға, мысалы мен біреудің қол астында жұмыс жасаймын дейтін болсаңыз, осы мына 6 жұлдызы көмектеседі, бірақ 6 жұлдызы көбінесе мигрень алып келеді. Енді ол ұшар жұлдыздарды айтамыз. 3, 5, 7 жұлдыздар көп ақша жарату, мошенникке алданып қалма деген сияқты мәселелер туындайды. Енді биыл 7 юго-западқа әйелдерге келіп тұр. 3 жұлдызы мынау соғыс, ұрыс керістің жұлдызы, тез ақша жаратып жіберудің жұлдызы. Сосын любовницаға ақша жаратып жүр ма, әлде секасқа ақша жаратып жүр ма, либо секспен айналысатын жаққа қарай дәрі ішу үшін ақша көп жарату ма, енді сондай бір мәселе. Енді ол тауықтарға келіп тұр. Тез ашулану, төбелесу сияқты бір мәселе, секс мәселесі, романтика, әдемі боламын деген сияқты бір мәселеде ақша жаратып жіберу. Ал мына 7 әйелдерде тіспен, женский жақпен, әңгіме сөзбен, кожамен проблема, осы 7 әйелдерге келіп тұр. Абайлаймыз. Енді және пятерка ол жылқыларға биыл пятерканың плюс, любой жұлдыздың плюс-минус болады ма, негізі плюсы недвижимостьке қатысты қозғалыс. Июньге дейін осы жыл 26 жыл июньге дейін бір үй келді, тегін үй келді ма, үй алдыңыздар ма, ипотекамен үй алдыңыздар, әйтеуір недвижимостьке қозғалыс болды. Бірақ уже жылқы айынан бастап, июньнен бастап пятерка қатты жұмыс жасайды. Әсіресе июкте бір нәрсе қазбаңыздар, июкте жұмыс жасамаңдар, сондай тыныш қана отырсаң әйтеуір жақсы өтеді. Егерде бір барып күйбеңдеп июкті қозғасаң, анау тыныш жатқан, ұйқысы келетін жаһан сияқты болатын пятерка, ол жыны келеді да, соны бірден адам өлуі өте көп болды биыл. Активация топта қыздар біледі ғой енді. Сондай пятерканың бір жаман жері. Өте жаман. Мошенник алданып қалма, ақша берме. Сол 5, 3, 7 жұлдызы келген кезде ақшаға қатысты абай болу керек. Мошенникке алданып қалатын жылдар өте көп болады.
әйелдер әсіресе әйелдер өте көп биыл. Алданып қалдым, ақшам жоқ, алдандым, ақшам жоқ, ешкім білмейді, әңгіме сөзі жатыр, қырылып жатырық деген сияқты. Әйел адамдарда абай боламыз. Кухня айттым, северо-западта болмасын деп. Есікке кіргенде асхана, үйге кірген кезде есіктен асханада плита көрініп тұрмасын. Ол да айтылды. Плитаға жаңа тамақ істеп тұрған кезде адамның арқасы көрініп тұрады, ол да дұрыс емес. Телевизор асханада тұруға болмайды. Және мысалға сізде 2 этажды үйде тұрасыз, сіз жатырсыз, төбеңізде дәл туалет тұратын болса, ол да дұрыс емес. Санузел, бәрібір энергиясы жүреді, ол жерде ұйықтама дейді. Және тағы не, спальняға пышақты кіргізуге болмайды. Спальня бөлмесінде анада үшкірі бар зат тұрмасын дейді. Балдардың бөлмесінде де. Және тағы не айтылмады қазір. Екі есік бір-біріне қарап тұрмасын, екі спальня бір-біріне қарап тұрмасын деп жатырмын ғой. Біреу балдардың бөлмесі, біреу әке шешесінің бөлмесі болатын болса, тіл табысу ойын. Егер де екі ұлыңыз әйелдермен болатын болса, либо әйелдерсіз тұратын болса да есіктер бір-біріне қарап тұрса, ол да ұрыс-керіс алып келеді. Сол тыңдамау, сондай бір ұрыс-керіс, ерегісті алып келеді. Запад, северо-восток, 15 жасқа дейінгі балдар, осы сектор жоқ болса, әсіресе сол психический заболевание, енді васту бойынша северо-востокты айтамыз, ал феншуй бойынша запад сектор, сол ақыл ойдың бір төлеп тастаудың болмауы. Северо-восток пен запад, психический заболевание, ой сана, ақыл ойдың болмауы, ақыл оймен ойланбауы. Көбінесе енді северо-востокты да қосып тұрмын, васту бойынша. Енді юг пен север болмаса, енді сол 15 жастан жоғары балдармен де шамалы қарым-қатынас қиын, юг сектор. Әсіресе ұл балдар айтқан істемеу. Және жататын балдардың жататын бөлмесі слишком яркий болмау керек. Шкафтарда бір яркий болмау керек, самолет, бір кроваттар сондай бір болмау керек, ол да ше. Өйткені ана ми демалмайды. Самолет, машина, кроват, оның барлығы ол ян энергия, қозғалып тұратын энергия береді. Ол тек ойын бөлмесінде ғана болсын дейді. Енді біз бай емеспіз ғой, 2-3 бөлме болатындай деп айтады енді көп халықта. Автомобиль, бәрін самолетті ойнайтын бөлмеге қою керек. Спальня, кәдімгі тыныш спальня болу керек. Сосын балдарға жақсы цвет: розовый, фисташковый, глубокий синий, қатты темно-синий цвет. Сосын зелен, жасыл, кремовый цветтер, сосын бежевый цвет, ақ цвет болғаны дұрыс балдардың цвет несіне. Қатты яркий, светті қатты жарқып та жібермеңіздер. Ярус кроват ешқашан алмаңыздар. Мен табу ярус кроват алуға қарсымын балдарға. Өйткені ярус кроватты қай жақта қолданады? Ол солдаттар қолданады. Ярус кроватты оны түрмеде қолданады. Өйткені власть үстінен төніп тұр. Ол адамдардың үстінен власть төніп тұрады. Соны ешқандай алуға болмайды. Не айтамыз? Спальня үйге кірген кезде үйдің екінші жарты бөлігінде орналасқан жақсы дейді. Любой ша, любой спальный. Өйткені үйге кіре беріс энергия бірден келіп спальняға қарайтын болса, ол да ша алып келеді. Ұрыс-керіс, көбінесе далада болу, бір үйде көбінесе болмауы. Және не? Спальняға кірген кезде қарама-қарсы айна болмау керек. Спальняға кірген кезде есікті ашып, спальняға кірейін деп жатқанда қарама-қарсы айна тұрса, ол да жаман. Айна бір жағынан кроватты полностью алып көрсетіп тұрса, ол да жаман. Кроваттың бас жағы төмен де болмау керек. Қатты төмен болса да, ол да қиын. Шамалы биіктеу болғаны жақсы. Спальный кроватты стенаға қойған жақсы деп айтып жатады. Сыртқы стенада тұрған жақсы, негізі жақсы энергиясын алады. Үйдің бөлмелерінің арасындағы стенада тұрса, ол энергия алмайды дейді. Енді оны ұшар жұлдыздарда айтамыз.
бізде ұшар жұлдыздарда просто жақсы секторға любой жерде қарай беретін мынау не сәңке бойынша ғой біз ана поток ци мына бұрыш кейбір жаңағы ұшар жұлдыздар бойынша біз бұрышқа қоя саламыз даже, иә, кроватты жақсы жұлдыздарды алсын деп. Ал мына сәңке жаңағы поток циді арқылы байлық алып келетін. Ол болмайды, бұрышқа қоюға болмайды, бұрышта тұрмайды бас жағы адамның деп айтады. Енді ол на феншуй чекапта да сол лаж болса жақсы жұлдыздар тауып алсаңыз басқа жерде тұрғаны дұрыс, иә. Сосын спальныйдан қарап тұрған кезде терезесіне су көрініп тұрса, либо бассейн тұратын болса, либо су өзен ағып тұратын болса, ол да дұрыс емес. Қарым қатынаста проблема алып келуі мүмкін. Именно ақша жағынан, именно любовник, любовница жағынан, иә. Сосын жаңағы спальныйдың есігі, главный үйдің кіреберіс есігіне қарап тұрса, ол да айтты, шаршау, көп ұйықтау. Спальнайлар бір-біріне қарап тұрмасын есігі. Негізі қазір терезеге бастың қарауға болмайды деп айтады. Мен айтар едім, қазір бұрында терезе болмаған. Бұрынғы кезде, феншуй неған кезде, шыққан кезде. Просто терезе бір открытый мынандай воздух сияқты, ашық алаң сияқты болғанда, сондықтан сол жаққа ол жақтан жел келеді ғой, сосын кроваттың басын қойма деп айтқан. Ол жақта өйткені стена жоқ деп. Ал енді қазір қоя беруге болады. Өйткені стеклоның өзі бір стена сияқты ғой, қазір стекло қалың қазір, иә. Бірақ күн түседі ғой, сол жағы қиындау. Егер де ана шторды қалың штор жасап, сондай бір кроватты сосын барып орналастырсаңыз, күннің энергиясы, күнде шаци алып келеді, күннің энергиясы да адам жататын жерге. Сондай бір ша болмаса, күннен ұйықтай алмайды ғой адамның өзі де. Болмаса жата беруге болады. Спальныйды орналастыра беруге. Енді осылай қыздар. Барлық осы феншуйға қатысты чекаптарын айтып шықтым. Бір қарап шығыңыздар үйді. Бұл енді үйдің ішіндегі ақпарат. Интенсив феншуйда алсаңыздар, осыған қосымша, ол да керемет жұмыс жасайды. Керемет ақпарат бар интенсив феншуйдың өзінде. Барлықтарыңызға сәттілік. Алған сабақтарыңыз әйтеуір кәделеріңізге жарасын деп тілеймін.